Балалар, мынаны не екенін білеміз бе? Асық, дұрыс айтасыздар, бұл асық деп аталады. Асықты біз қайдан аламыз? Қойдан, ешкінің асық жілігінен аламыз. Балалар, асықтың ең ірісін біз сақа деп айтамыз. Міне, асық осылай тұрса, тауға, былай тұрса, әнші, былай орналасса, былай жатса, шық. Балалар, асықпен ойналатын қандай ойын түрлерін білесіз бе? Ес асық, қарталапай, шекпе ойын. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Ал енді балалар, қанталапай ойынын бастаймыз. Қанталапай ойын ойнаған кезде балалар, мына асығының қолында көп асықтар бар. Сол асықтың ішінде ерекше бір асық болады. Ол асықты балалар хан асығы деп айтатын боламыз. Балалар, қазір біз қанталапай ойынын бастаймыз. Талапай-ай, талапай, басқалды ойын алақай. Ендеше балалар, хан асығын кім алды екен? Айсұлтан алды. Ендеше балалар, қанталапай ойынын бірінші Айсұлтан бастайды. Ал енді балалар, қанталапай ойынын бастаймыз. Жаңа хан асығын алған Айсұлтан біздің қанталапай ойынын бастайды. Айсұлтан ортаға келе бол. Енді балалар, ортаға келесі асық атушы ойынымыз Әнуарды шақырайық. Келе ғой, Әнуар. Балалар, қанталапай ойыны сіздерге ұнады ма? Ендеше балалар, біз неше асық жинап екен? Қанеке асықтарымызды санайықшы? Енді балалар, қанталапай ойынына қатысқандарға көп рахмет. Ендеше мен сіздерге